Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен творожные, сочные булочки жасаймыз. Бізге дрожжи, қант, май, сүт, су, сметана, тұз және ұн қажет болады. Ең бірінші майымызды газға ертіп аламыз. Енді аштығымызды алдын ала дайындап аламыз. Ол үшін жылы суға жылы сүт қосамыз. Одан кейін аштығымызды саламыз. Араластырамыз. 1 шай қасық қант қосамыз және 1 шай қасық ұнымызды қосып, 5-10 минуттай қойып қоямыз. Сонда біздің дрожжымыз жақсы көтеріледі. Міне газда майымыз еріп жатыр. Енді үстінен сүтімізді құямыз. Одан кейін қантымызды саламыз. Содан кейін жақсылап араластырып аламыз. Жылытамыз. Одан кейін тұзымызды саламыз. Қанты ерігеннен кейін үстінен тағы да су құямыз. Енді осындай үлкен ыдысымызға еріген майымызды бәрін құйып аламыз. Одан кейін жұмсақ етіп қамырын илеп бастаймыз. Міне аз-аз мөлшермен ұнымызды салып қолымызбен ақырындап илейміз. Үстінен 4 қасық сметанамызды қосамыз. Қамырымыз өте жұмсақ болуы керек. Одан кейін үстінен аштығымызды құямыз. Қамырымызды осылай жұмсақ етіп илейміз. Сонда булочкамыз воздушный болып, өте жұмсақ болып піседі. Дайын болған қамырымызды 1-2 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Оған бізге творог, қант, изюм және 2 жұмыртқа қажет болады. Ең бірінші творогымызға қантымызды қосып, қасығымызбен араластырып аламыз. Бұл жерде творогтың әр түрлісін қолдана берсеңіздер болады. Менде бұл жерде морозилкаға сақтап қойған творогым болған. Сол творогты қолданамын. Енді блендермен жақсылап езіп аламын. Енді үстінен 2 жұмыртқамызды жарып, тағы да жақсылап араластырамыз. Маған тіркеліп, лайк басып, кері байланыс жасауды ұмытпаңыздар. Сіздермен әр түрлі рецепттермен бөлісуге дайынмын. Мінекей салмасы дайын болды. Осындай қою болып, бір келкі болып шығу керек. Міне енді қамырымыз дайын болды. Осылай болып көтерілу керек. Төменде описанияда 1 порцияның ингредиентін жазып қоямын. Менде бұл жерде 2 порцияға арналған қамыр. Енді бұл қамырымызды қолымызбен илеп 3 бөлікке бөліп аламыз. Енді әрбір қамырымызды қолымызбен үлкейтіп, оқтауымызбен жайып аламыз. Жайылған қамырымызға осындай творогымызды 3 бөлікке бөліп, 1 бөлігін тегістеп жаямыз.
Содан кейін қалауымызша изюмымызды қосамыз. Енді шетінен бастап орап шығамыз. Содан кейін жан жақтарын осылай бекітіп аламыз. Енді жабыспас үшін астына кішкене ұн себеміз де пышағымызбен бөліп шығамыз. Противенге булочкаларымызды қойып шығамыз. Бөлме температурасында 20 минуттай қойып қоюымыз керек. Бетін осылай целлофанмен жауып, үстінен осындай орамалмен жауып қоямыз. Мінекей бөлме температурасында тұрды. Булочкаларымыз жақсылап көтерілді. Үстінен жұмыртқамызды жағып, духовкамызда 200 градуста 20-30 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей булочкаларымыз дайын болып қалды. Өте воздушный болып шықты. Ал енді біреуін көрейік. Мінекей осылай болып піседі. Ортасын бөлгенде өте жұмсақ екені көрініп тұр. Және де өте сочный. Өйткені творог бұл жерде өте көп қосылған. Творожный булочка болғандықтан шырынды екен көрініп тұр. Және де өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Бір жасағаннан шығады деген сенімдемін. Ас болсын.